Asılım, әжеңді дастархан басына шақыр. Жарайды. Әжесі. Сәлеметсің? Ой, жаным сол, жүра ғой жүр, кел отырайық дастархан басына. Сіңілдім, мына бауырсақтан ауыз тиіп, мына келінжанның бауырсағы тәтті екен. Апа, қарманан алып отырыңыз. Ой, рахмет жаным. Апа, мен бүгін Асылымға арнап көрпеше киіндіріп едім. Дұрыс екен, оның жөн. Осыластан балаға үйрету керек. Ал енді мына шаруамызға кірсейік. Мен мына дастарханның батасын беріп жіберейін. Асылым, әжеміздің батасын тығып алайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдай жарылқасын, әулие қолдасын, әр істеріңіз оңдасын, оң жолына бастасын. Бақытты болыңдар, өркендерің өссін. Аумин. Апа, мына Асылымға арналған көрпешені қошқар мүйізді оюмен безендірсем қалай болады екен? Дұрыс, оның дұрыс. Қошқар мүйізді ою, баяғыдан келе жатқан ою. Ол қалмайтын ою. Баяғыда текемекке бастырып, әжелерің деген текемет жасайтын еді. Қара Асылым, мына қошқар мүйізді пайдаланып, қазір саған көрпешені бірге жасаймыз, е? Асылым, қарашы, мынадай әдемі көрпеше шықты. Саған ұнады ма? Иә. Ұнады. Рахмет. Анасы. Ал келінжан, мынау қол өнерің жақсы екен, қызыңа үйретіп жатқаның жөн екен. Ой, келінжан, мына көрпең оюлы, көрпең әдемі екен. Мен ізімді жалғастыратын енді сенсің. Немерелеріме шұлық тоқиып берейін деп жіберіп жатырмын. Әжесі, рахмет.